Бүгін мен сіздерге микроволновканы тез уақытта тазалау жолымен бөлсем, ол үшін бізге уксус және де бір стакан су қажет болады. Суымызға бір қасық уксус қосып араластырып, микроволновканың ішіне салып қоямыз. 5 минуттан кейін ашып қараймыз. Біздің майларымыз қатып қалған, барлық дақтарымыз жібуі керек. Ашып қараймыз. Әрине иіс болады, біраз уақытқа кейін кетеді иіс, уксустың яғни иісі. Алып қоямыз суды. Кейін ішіндегі тарелкаларды бөлек жуамыз. Енді тряпканы алып дақтарымызды кетіре бастаймыз. Қарап отырсаңыздар, барлық майларымыз қатқан жібіп, бірден тряпкамен қосылып кетіп жатыр дақтары. Ал мындай шет жақтарындағы дақтарды түшкіргішпен кетіріп жіберуге болады. Шұқып қарап отырсаңыздар, ешқандай кометтің, ферридің қажеті жоқ. Мен осындай әдіспен қолданамын. 2-3 күнде бір тазалап тұруларыңыз керек. Бұндай неге жібермеу үшін, дақтар қатып қалмас үшін. Мен сіздерге әдейі бір ретте тазаламай, сіздерге осындай бір әдісті көрсетейін деп тазаламаған едім. Енді қарап отырсаңыздар, қазір біз эффектісін көреміз. О, керемет! Жалт-жұлт жайнап тұр, аппақ болып шықты. Сіздерге де айтарым, осы кеңеспен жасап көріңіздер. Ал бүгінге осы. Менің арнама жазылыңыздар. Егер ұнаса ұнайды белгісін басыңыздар. Менің арнамнан алыстамаңыздар.